Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаздық сусын айстидің рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамына көп заттар кетпесе де бюджетті өте дәмді сусын міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен осындай ыдысымызға суымызды құйып, газға қайнағанша қалдырамыз. Мен 7 литр судан жасайтын боламыз. Суымыз қайнағанша бір апельсинімізді және де бір лимонымызды жақсылап жуып, видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Лимонның барлығын қолданбаймыз, тек жартысын ғана қолданатын боламыз. Осы жартысында видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Енді осындай табағымызға саламыз. Осы сонымен қатар бізге құмшекер және де осындай каркаде қажет болады. Барлығын осылай дайындап, өлшеп дайындап алдым. Каркадені барлық шай, қант сататын магазиндерде сатады. Міне осы түрін қолданатын боламын. Сонымен қатар бізге жалбыз, яғни мята қажет болады. Оны да жақсылап жуып, тазалап дайындап аламыз. Осы уақытта біздің суымыз қайнап шықты. Қайнап шыққан суымыздың үстінен өлшеп дайындалып алған каркадемізді салып, араластырып, баяулатып отты бір 4-5 минут аралығында қайнатып аламыз. 4-5 минут уақыт өткеннен кейін каркадемізді алып, сүзгішпен сүзіп алып тастаймыз. Осы қолданылған каркадені холодильникке салып қойып, келесі айсти жасауға қолдануға болады, бірақ 7 литр суға емес, 3-4 литрлік суға қайнатсаңыздар болады. Бірде-бір жапырағын қалдырмай, толық осылай жақсылап тұрып сүзіп аламыз. Құрметті менің оқырмандарым, алдағы рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар және видеоны жатса лайк басуды да ұмытпаңыздар. Енді осының үстінен қантымызды және де жаңағы турап қойған жалбызымызды, лимонымызды және де апельсинімізді салып араластырамыз. Бетін жауып қайнағанын күтеміз. Міне осы қайнап шыққаннан кейін, осы қайнаған уақытпен санағанда тағы да 3-4 минут аралығында қайнатып аламыз. 3-4 минут уақыт өткеннен кейін астын өшіріп, толық суытуға қоямыз. Басқа ыдысқа қойып тезірек суытсаңыздар болады. Мен осы ыдыста суытатын боламын. Толық суып шыққаннан кейін баклажкаларға және де осындай кувшинға құйып, холодильникке салып, салқындатып ұсынасыздар. Осы құю барысында түп жағына қарай міндетті түрде сүзгімен сүзіп барып қойыңыздар, себебі апельсиннің және лимонның майда түйіршіктері болуы мүмкін. Және осы рецепт бойынша тек қана жазда емес, қысты күні де кез келген уақытта жасай берулеріңізге болады. Және де осы рецепт бойынша сатылымға шығарсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.